Сәлеметсіздер ме? Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Алинур Нью балабақшасының тәрбиешісі Карабалина Жаттыгүл. Бүгін сіздерге ұсынғым келіп отырған қазақтың ұлттық ойыны шертпе ойыны. Бұл ойын көңілді ғана ойын емес, сонымен қатар балалардың көзінің дәлдігін, тапқырлығын, ептілігін, сөйлеу тілінің дамытуға өте қажетті ойын құралы болып табылады. Асық ойынына деген қызығушылығын одан сайын кеңейту. Шертпе ойыны асықтарды бір қатарға тігіп аламыз және сұқ саусағымызбен дәлдей отырып шертеміз. Шерткен кезде асық қай санға барып тоқтайды, сол ұпайды бала жинайды. Сіздерге екінші көрсеткім келіп отырған қазақтың ұлттық ойыны бұл асық отау деген ойын. Қазақ халқының ең құнды тапсырмалардың бірі киіз үй ойыны болып табылады. Бұл балаларға киіз үйдің құрылымын таныстыру және бұл қолжетімді түрлі түсті фетрлардан қолданып жасауға болады. Яғни бұл балалардың қызығушылығын арттыру, сөздік қорын молайту арқылы салт дәстүр туралы ұғымдарын қалыптастыру болып табылады. Әр киіз үй ішінде 20 асықтан болады. 4-4-тен, яғни 5, яғни одан да 20 асық болады. Яғни екі ойын арасында жарыс болады. Екі бала жарысып, қарама-қарсы жарысып ойнайды. Әр киіз үйдің түсіне сәйкес асықтарды қойып шығамыз. Және де бір түсуде 5 асықтан, 4 асықтан қоюға болады. Жүріс қай бала болса да жүре беруге болады. Кім бірінші өз асықтарын жинап, түсіне сәйкес қойса асықтарды, сол бала жеңімпаз болады. Балаларыңызбен бірге уақыт бөліп ойнатсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.